Барлықтарына сәлем, бұл мен қазақша YouTube видеом. Сіздерге ең біріншіден көп рахмет қалдырып жатқан комментарияларыңыз, мен страничкама жаңағы YouTube каналыма жазылып жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Бүгінгі тақырып бұл қалай жаңа адамдармен, ағылшынша айтқанда socializing жасау керек. Қалай жаңа адамдармен жаңа достар табу керек. Қалай уақыт өткізу керек. Менің 5 өзімнің жеке тәжірибемнен өткен ережелерім, сол ережелердің арқасында мен жаңа адамдармен кездесіп жатырмын. Кеттік. Ең біріншіден, жаңа адаммен кездескен кезде, жаңа доспен, немесе бір адаммен көп жылдар бойы кездеспей енді кездесетін болсаңыз, біріншіден адамды ең ұқыпты, внимательно орысша тыңдай білу. Біз кейде ойларымыз, басымыздағы бірнеше ойларымыз болады, кейде біз адамның не айтып жатқанын тыңдамаймыз, ұқыпты қылып тыңдамаймыз. Сондықтан да біз өзіміздің басымыздағы ойларымызды тоқтатып, мен қандай тақырыпқа қазір бұл адаммен сөйлесем деп ойлап отырғанша, сол адамның сізге айтып жатқан нәрсесін өте ұқыпты тыңдау. Сіз өзіңіз аз сөйлеңіз, ал сізге шақырған досыңыз көбірек сөйлесін. Сонда ол адам да сізде жаңағы осы кездескеннің әдемі мағынасын алып кетесіздер. Мен өзім солай деп санаймын. Бұл бірінші. Екіншіден, бұл егер шындықты айта білу деп аталады. Яғни сізге жаңа досыңыз сұрақ қойса, жеке сұрақтар қойса, сұрақтарға сіз қалай жауап беретінін білмей, сұрақтан қашып, сұраққа тікелей емес жауап беру, ол мен ойымша дұрыс емес техника. Дұрыс емес техника деп айтам, өйткені біз жайлап болса да, орысша мягко болса да, өзіміздің шындықты айта білуге үйренуіміз керек. Өйткені басқа адам үшін сіз үшін ол өте сондай личный нәрсе, бірақ басқа адам үшін ол сіздің жауабыңызды тыңдап, сізге жақсы комментарий айту мүмкін, немесе жақсы бір кеңес беру мүмкін. Яғни сол кеңес сіздің өміріңізді 90 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан шындықты айта білу ол өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Кеттік. Үшінші ереже, ол сіздің жаңа досыңызбен табиғатта кездесу. Қаланың ішінде емес, табиғи жерлерде. Медеу, парк болсын, қаланың шетіне бір алысқа емес, бір өзенде кездесу, тауда кездесу, сондай өзіңізге бір мини-трип жасасаңыз, оның пайдасы өте көп. Ол адаммен шынысымен, сіз мәнісімен жақсы таза ауада уақыт өткізесіз біріншіден. Екіншіден, сол адаммен жақындасасыз. Және қаланың ішінде кездеспеуінің себебі, қаланың ішінде машиналар көп, адамдар көп, сіз көп нәрсені ойыңызға келеді, сізде стресс болады, сол уақытты тез өткізіп, тез құндылығын білмей қаласыз. Ресторан, кафеде де кездесу, ол бір жерде отыру, тамақ жеу, олай да кездесуге болады. Мысалы, табиғатта бір шашлык жасап, немесе өзіңізге ұнайтын тамағыңызды жақсы кафеде жеп кездесуге. Бірақ қаланың ішінде мен бірнеше рет кездестім, маған ұнаған жоқ. Ал табиғатқа кездескенде маған өте сол адаммен мәнді уақыт өткізесіз. Бұл үшінші. Енді төртінші менің өзімнің жеке тәжірибем, әрине сіз үшін ол басқаша болуы мүмкін. Комментарийда жазып кетіңіз. Егер бір нәрсені дұрыс емес айтып жатсам, оны да жазыңыз. Мен сіздің барлық комментарияларыңызды оқимын және жауап беруге тырысамын. Төртінші ереже, бұл егер сіз ресторанда, кафеде кездессеңіз, тамақты көп етіп заказ бермеу. Бұл мүмкін мен үшін ғана шығар, бірақ мен мысалы жаңа адаммен, көптен бері кездеспеген адаммен сөйлескенде, оның әңгімесіне кіріп кетем, немесе өзімнің бір нәрселерімді айтқым келеді. Сол кезде мен тамақты ұмытып кетем. Және тамақты мен аппетитпен жей алмаймын. Мүмкін сіз үшін басқаша шығар, бірақ мен советім бұл тамақты аз заказ беру. Өзіңізде бір диета болса, міндетті түрде диетаны ұстап, заказ беретін нәрсеңіз кішкентай салатпен, шөптерден жасалған шай болсын, оның өзі сізге жетеді. Бесінші менің бір ережем, қазір ұмытып кеткен сияқтымын. Қазір мен дәптеріме қарап жіберейін, есіме түсіріп жіберейін.